Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз тез әрі оңай жасалатын кешкі ас дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тесто, ет және овощи қажет. Бірінші етімізді жақсылап тазалап аламыз. Кейін майымызды құйып, сол майымызға етімізді қуырамыз. Овощиді өздеріңіздің ыңғайларыңыз бойынша кесіп турасаңыздар болады. Қуырылып болған етімізге чесногымызды салып, екеуін жақсылап қуырып аламыз. Кейін етімізді алып, сол майымызға басқа да овощиларды жақсылап қызартып қуырып аламыз. Тағамға кез келген томатный паста қолдансаңыздар болады. Менде томатный паста мен сацевилиді араластырып саламын. Кейін етімізді салып араластырамыз. Қуырып болғаннан кейін суымызды құйып бұқтырамыз примерно 5 минуттай. Енді тестомызды дайындаймыз. Менде готовый лагман. Видеодағындай етіп турап, тамағымызға салып араластырамыз. Кешкі ас дайын. Ас болсын, соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.